Баршаңызға ассалаумағалейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге витамині көп дәмді салат жасаймыз. Ол үшін бізге небәрі бір қызылша, бір алма, оливковое масло және де бір уыс изюм керек. Ең алдымен алмамыздың қабығын аршып аламыз. Мына жерде мен бір уыс сары изюм алдым. Оның орнына болмаса қара изюм, не болмаса чернослив қосуға болады. Алмамыздың сыртын жақсылап ашып алғаннан кейін көбіктеп тураймыз. Бұл салат витаминдерге өте бай салат, сол себепті қыстың күні жиі жеп тұрған қажет. Қызылшамызды да алма сияқты көбіктеп тураймыз. Алмамыз бен қызылшамызды турап болғаннан кейін бәрін біріктіреміз. Кейіннен үстіне изюм қосамыз. Изюмды да мен көбіктеп турап алдым, ұсақтап. Себебі менікі кесек изюмдар болды. Чернослив болса да 3-4-ке бөлсеңіздер болады. Одан кейін сұйық майымызды құйып, салатымызды араластырамыз. Көп жағдайда майдың орнына майонез, не болмаса йогуртпен де, сметанамен де араластырып жатады. Осымен біздің салатымыз дайын. Жақсылап араластырып 5 минутқа тындырып қойыңыз. Бүгінгі менің видеоролигім сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айжан, назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.